күлкі өмірді ұзартады. Біз бұл сөзді бала кезімізден естіп келеміз. Ғылым да мұны растайды. Күлген кезде ағзада эндорфиндер бөлініп, стресс деңгейі төмендейді. Бірақ, егер мен сізге күлкі өмір сыйлап қана қоймай, оны тартып алуы да мүмкін десемше. Тарих парақтарында қуаныштан жүрегі жарылып, күлкіден демі таусылған адамдар туралы таңғаларлық деректер бар. Бұл жай ғана аңыз ба, әлде адам ағзасының шешілмеген жұмбағы ма? Бүгін біз антикалық дәуірден бүгінгі күнге дейінгі ең бір түрлі ажалдардың ізімен жүріп өтеміз. Дайын болыңыз, бұл хикая сізді күлдірмеуі мүмкін. Видеоны бастамас бұрын лүпіл басып, арнаға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз, ең қызықты оқиға соңында. Біздің саяхатымыз біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырға, ежелгі Грекияға бастайды. Мұнда стоиктер мектебінің ең ірі өкілдерінің бірі, философ Хрисип өмір сүрген. Ол өте қатал, тәртіпті және логикаға сүйенген адам болатын. Оның еңбектері замандастарын таңғалдыратын. Бірақ оның өлімі оның бүкіл өмірінен де танымал болып кетті. Бірде Хрисип аулада інжір жеп жатқан есекті көреді. Оған бұл көрініс соншалықты оғаш әрі күлкілі көрінгені сондай ол. Енді бұл есекке інжірді жуып ішу үшін таза шарап беріңдер, деп айқайлайды. Бұл оның өз ойынша жасаған ең үздік әзілі. Хрисип тоқтамай күле бастайды. Ол 5 минут, 10 минут күледі. Айналасындағылар оның қызарып, тынысы тарыла бастағанын көреді. Философ жерге құлап, гистерикалық күлкі ішінде жан тапсырады. Оның миы мен жүрегі мұндай эйфориялық соққыға дайын болмаған еді. Логиканың алыбы өзінің ең қарапайым әзілінің құрбаны болды. Орта ғасырлар мен Ренессанс дәуірінде де күлкілі ажалдар тоқтаған жоқ. 1410 жылы Арагон королі Мартин тұтас бір қазды жеп қойып, артынан сарай сайқымазағының әзіліне күлемін деп, ас қорыту жүйесі мен тыныс жолдарының бұзылуынан қайтыс болған. Бірақ ең танымал оқиға 1660 жылғы Томас Урқхарттың хикаясы. Шотландиялық ақсүйек, жазушы және аудармашы Урқхарт өзінің королі Карл II-ның таққа қайта оралғанын естігенде, оның қуанышында шек болмады. Ол үшін бұл өмірлік күресінің жеңісі еді. Бұл хабар оған соншалықты қатты әсер еткені сондай, ол бірнеше сағат бойы эйфориялық күлкіден айыға алмады. Сол кездегі дәрігерлердің айтуынша, адам ағзасы қуаныш пен күлкі кезінде бөлінетін адреналин мен кортизолдың мұндай мөлшеріне шыдас бере алмайды. Томас Урқхарт өзі күткен патшаның салтанатты кешін көрмей-ақ, бақыттың шыңында тұрып өмірден озды. Уақыт өте келе медицина дамыды, бірақ күлкі бәрібір адамды бақылауында ұстады. 1975 жылдың 24 наурызында Ұлыбританияның қарапайым тұрғыны Алекс Митчелл теледидардан өзінің сүйікті The Goodies атты комедиялық шоуын көріп отырған еді. Бір эпизодтағы әзіл оған соншалықты ұнағаны сондай, ол 25 минут бойы үзіліссіз күлген. Оның әйелі кейіннен. Ол жай ғана күліп жатыр деп ойладым, бірақ бір сәтте ол тынышталды да, диваннан құлап түсті деп еске алады. Бұл оқиға бүкіл әлемді таңғалдырды. Кейінірек, 2012 жылы дәрігерлер Алекс Митчеллдің немересін тексерген кезде, бұл отбасында сирек кездесетін Long Q синдромы бар екенін анықтады. Бұл жүректің генетикалық ақауы. Демек, күлкі тек триггер болған. Оның жүрегі тым қатты соғып кеткендіктен ырғағын жоғалтып, тоқтап қалған. Сонымен биологиялық тұрғыдан бұл қалай жүзеге асады? Біріншіден, асфиксия. Қатты күлген кезде адам өкпесіне оттегі жіберуді тоқтатады. Көмірқышқыл газы жиналып, ағза тұншыға бастайды. Екіншіден, жүрек жеткіліксіздігі. Эйфория кезінде қан қысымы күрт көтеріліп, жүрекке салмақ түседі. Егер адамның жүрегінде ақау болса, ол жарылып кетуі немесе тоқтап қалуы мүмкін. Үшіншіден, аневризма. Мидағы қан тамырларының қысымға шыдамай жарылуы. Ғылымда бұл құбылыс эластикалық синкопе деп те аталады. Күлкі бұл тек эмоция емес, бұл біздің бүкіл жүйкемізді қозғайтын күшті физикалық процесс. Бұл оқиғалар бізді күлкіден қорқуға мәжбүрлемеуі тиіс. Күлкі адамзатқа берілген ең үлкен сый. Ол бізді біріктіреді, емдейді және бақытты етеді. Бірақ тарих бізге әр нәрсенің, тіпті қуаныштың да өз шегі бар екенін ескертеді.
Бұл әлемдегі ең бақытты өлім болуы мүмкін, бірақ ең дұрысы күліп жүріп, ұзақ өмір сүру. Сізді соңғы рет не қатты күлдірді? Пікірге жаза кетіңіз. Менің арнамда бұдан да қызықты тарихи жұмбақтар күтіп тұр. Жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.